Өлең құрау ақындықтың көп қырының бір түрі. Тек сол үшін оны ардақтау, жөнсіздеу әм күлкілі. Дәуіріне, билігіне саналған мен алымды, ұлтын сатқан ақындар бар, бірақ жыры дарынды. Ерлігі жоқ, елдігі жоқ, аузы ғана белсенер. Неге бүгін ұлт мүддесі науқашандай теңселер? Мұндай шақта ақындық күш тек шындықпен өзінер. Шындық кәусар ақындыққа болу керек асыл ән, шындықты айтып Ермаханбет айырылған басынан. Ақындар аз сын сағатта сөзден ісі зорайған. Десек тағы Абай қашан жол іздетті оңайдан. Ел ұлт жайлы сырлары мен, жыр биік тұрғаны мен, ісі үшін мен Махамбетті биік қоям Абайдан. Бұл ақындық ұстанымым қалыптасқан талайдан. Шындығы жоқ пенделерді басар уақыт көшкіні, даңққа мойын созғанымен, том-томының жазғанымен, шындық өлген ақындардың ақын емес ешбірі. Шындық өлген мінезсіздік болмақ кімнің мақтаны? Қазір барлық салаларды мінезсіздер қаптады. Басшыларға жағымпаздық бұл кезеңде дара күш, содан ақын сымақтардың көбі туфли жалағыш. Шыншыл ақын болу деген азаптың ең азабы. Сол азапқа төзе білу ғажаптың ең ғажабы.